Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін дәмі пиццериядағы пиццаның дәміне ұқсайтын рецептпен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Жылы сүтке жарты шай қасық тұз, біраз қасық толтырмай қант саламыз. Ашытқы біраз қасық салып, жақсылап араластырып 15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Он 15 минут өткеннен кейін ашытқымыз осылай еріп көтеріледі. Енді ұн саламыз. Барлық мөлшерлерді описание бөліміне жазып қалдырамын. Ұнды салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Осы аралықта сұйық майды құямыз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Бетін жауып, жылы жерге 40 минут 1 сағат аралығында қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Осындай тауықтың төс етін жіңішке етіп турап маринадтаймыз. Ол үшін бізге азырақ тұз қажет, 2-3 қасық қаймақ, паприка қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырып, барлық жеріне біркелкі тиетіндей етіп араластырып. Енді соусын дайындаймыз. Пиццаның дәмді болып шығуы көбінше соусына байланысты. Видеода көрсетілгендей помидорларды бөліп, үстіне қайнаған суды салып қоямыз 15 минутқа. Ыстық суда тұрғаннан кейін помидорлардың сырты оңай ашылады. Осылай қабықтарын ашып аласыздар. Блендерге болмаса осылай қолмен турауға да болады. Қызып тұрған табаға кішкене сармайды салып, оның үстіне бір чеснокты үкіштен өткізіп, 1-2 минут қуырамыз. Үстіне блендерден езілген помидорды құямыз. Беті кішкене қайнап бастаған кезде осындай орегано приправасын қосыңыздар міндетті түрде. Жарты шай қасық тұз қосып, кішкене қоюланғанша 4-5 минут жай отта ұстаймыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін осындай бөліктерге бөлеміз. Осы мөлшерден 4 пицца шығады кіші көлемде. Қамырды қалыңда қатты жұқада етпей, орташа қалыңдықта жайып, видеода көрсетілгендей шеттерін осылай қайырып шығасыздар. Енді дайын болған соусымызды құйып шығамыз. Біркелкі етіп барлық жеріне тегістеп жағып алып, сырды себеміз. Оның үстіне маринадта тұрған, дайын болған тауықтарымызды әр жеріне қойып орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіреміз. Әркімнің духовкасына байланысты қатты күйіп кетпеуін қадағалап тұрыңыздар. Сол уақыт аралығында тауықтың еті міндетті түрде піседі. Бетіне қосымша сыр сепсеңіздер болады. Видеода көрсетілгенде осындай салатты шөптермен, помидормен сәндесеңіздер бұл әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріп, пікіріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.